Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге ерекше арнайы форманы қажет етпейтін үйдегі шай ішіп жүрген пиалайға пешке салып, осындай өте тәтті ауызда еритін кекс әзірлейміз. Достар, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, тіркеле өтіңіз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше кексіміздің жасалу жолына кірсек, 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстінен қантымызды саламыз, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз, осылай венчикпен араластырып отырамыз. Оның үстінен қалауларыңызша айран болмаса, дүкеннің 20% қаймағын қоссаңыздар да болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып отырамыз достар. Және илегіштен өткізілген ұнымыздың үстінен қамыр қопсқышымызды саламыз, араластырамыз да, бәрін бірдестен құймаймыз. Осылай аздап отырып құямыз. Егер барлығын құйсаңыздар бірдестен, бізде түйіршік болып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырған соң, қалауларыңызша осылай ванилин салсаңыздар болады. Және қалауларыңызша тағы мейіз, жаңағы дәндер қоссаңыздар болады. Мен мұнда қара мейіз, ақ мейіз және грек жаңғағын қостым. Барлығын венчикпен біркелкі болғанша араластырып алдым. Ендігі кезекте шай ішетін пиалайларымызды осылай сұйық маймен жақсылап жаңағы жағып аламыз. Пиалайларымызды майлап болған соң салмамызды саламыз. Салманы ортасынан сәл асырып салыңыздар. Бетіне дейін толтырып салмаңыздар, себебі ол көтеріледі. Толық салмаларымыз салып болған соң, пешіміздің формасына орналастырамыз кесемізді. Және айта кететін маңызды жайт, пешімізге кекстарымызды пиалаймен салатын кезде ғана пешімізді қосамыз. Алдын ала қыздырмаймыз. Пешімізді 160-170 градусқа қоямыз. Жаңағы төмен градуспен пісіріп аламыз 30-35 минуттай. Мен мұнда 35 минутта пісті, 160 градуста. Осылай әдемі болып көтеріледі, өте керемет болып шығады. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Қалауларыңызша сепсеңіздер болады. Болмаса сеппей де дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Және кеседен оңай алынады. Сәл түртсеңіз, лезде алына шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Ортасы толық піседі және өте тәтті, ауызда ериді. Достар, жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сізде міндетті түрде меніңкіндей болып шығады. Достар, егер менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеле өтіңіз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен жиі бөлісетін боламын. Сіздермен болған Меру Оңғарбай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.